Сөз депутат Рүстемов Руслан Рүстемұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министріне арналады. Құрметті Олжас Абайұлы, өзіңізге белгілі мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында өңірлерді дамытудың ұлттық жобасы аясында 5 жыл ішінде халықтың 100%-ын таза ауыз сумен қамтамасыз ету туралы тапсырма берілген болатын. Осы орайда Қызылорда облысында халықты ауыз сумен қамту мәселесінде түйін тарқатылмай тұрған бірқатар өзекті мәселені және ауыз суға зәру елді мекендердің жағдайын назарыңызға ұсынуды жөн көрдік. Облыс аумағында 4 қала және 223 ауылдық елді мекен бар. Өңірдегі барлық қалалар 100% ауыз сумен қамтылған. Алайда 23 ауылдық елді мекен күні бүгінге дейін орталықтандырылған ауыз су желісіне қосылмаған. Елді мекендерді 2025 жылдың соңына дейін сапалы ауыз сумен қамту мақсатында облыс әкімдігімен арнайы жол картасы әзірленіп, жоспарға сәйкес жұмыстар атқарылуда. Жол картасы аясында 5 елді мекен топтық су құбырына қосу, 2 елді мекенге су тұтқышын орнату, 4 елді мекенде ішкі су жүйесінің құрылысын жүргізу, 12 елді мекенді қазіргі жағдайда қалдыру жоспарланған. Қазіргі уақытта Арал ауданының Ақбасты, Тоқабай, Абай ауылдық елді мекендерін Арал Сарбұлақ топтық су құбырына қосу жобалары су ресурстары және ирригация министрлігі арқылы жүзеге асырылуда. Алайда бұл жобалардың құрылысы 2021 жыл басталғанымен әлі күнге дейін аяқталмай ұзаққа созылып келеді. Тоқабай, Абай елді мекендерін топтық су құбырына қосу жобасының келісімшарт бойынша құны 8,1 миллиард теңге. Алайда бүгінге дейін бөлінген 2,4 миллиард теңге қаржы жобаны аяқтау үшін мүлде жеткіліксіз. Жобаға сәйкес түрлі диаметрдегі 138 шақырым су құбырлары, 2 дана сорғы станциясы және 4 дана су қоймасы салынуы тиіс болса, бүгінде тек 23 шақырым су құбыры ғана жүргізілген. Ақбасты елді мекенін топтық су құбырына қосу жобасында қаралған су құбырлары толық жүргізілгенімен, жоба құны бойынша қаражаттың толық көлемде бөлінбеуі салдарынан сорғы станциялары мен су қоймаларының құрылысы әлі күнге дейін аяқталмауда. Аталған жобалар жүргізу барысында осындай күрделі жағдайлардың қалыптасып, құрылыс қарқынының баяулауы себебінен 2025 жылдың соңына дейін елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамту бойынша мемлекет басшысы тапсырмасының мерзімінде орындалмау қаупі туындап отыр. Бұдан бөлек, облыс аумағындағы 6 елді мекенді, атап айтқанда Арал ауданындағы Еренбет-Жаға, Тастүбек елді мекенін топтық су құбырына қосу жобаларын және Қазалы ауданындағы Шәкен, Шилі, Шитүбек, Сарбұлақ елді мекендерінде ішкі су жүйелерін жүргізіп, халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету үшін республикалық бюджеттен қаржы бөлуді қажет етеді. Қиын түйіннің шешімі табылғанша, аталған ауылдардың тұрғындары тасымал және шақтылық құдықтар арқылы су тұтынуға мәжбүр болып, сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін жиі көтеріп келеді. Сол себепті аталған мәселені шешу мақсатында жергілікті бюджеттен жоба сметалық құжаттамалар әзірленіп, жобаларға республикалық бюджеттен 787 миллион теңге қаржы қаралды. Дегенмен бөлінген қаржы жобаларды толық аяқтауға жеткіліксіз. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес облыс тұрғындарын 2025 жылдың соңына дейін сапалы, таза ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында республикалық бюджет нақтылау шаралары аясында Арал ауданының Ақбасты, Тоқабай, Абай елді мекендерін ауыз сумен қамту жұмыстарын аяқтау үшін және осы ауданның Еренбет-Жаға, Тастүбек, Қазалы ауданының Шәкен, Шилі, Шитүбек, Сарбұлақ елді мекендерін ауыз сумен қамту жобаларына барлығы 8,5 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлуге ықпал жасауыңызды сұраймыз. Аталған жобаларды жүзеге асыру Құла дүзідегі, Құлқын шөлдегі экологиялық қолайсыз аймақ саналатын Арал және Қазалы аудандары тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруға мүмкіндік беріп, халықтың денсаулығына оң әсерін тигізетіні сөзсіз. Депутаттық сауалдың толық нұсқасы жолданады. Құрметпен Рүстемов Байқатамов. Рахмет.